Және бірден байқаған болатын шығарсыздар, Айжан студияда жоқ, енді қары кірмеймін, бұл жерде мен отыра алмаймын деп жатыр екен. Бәрібір де эфирдің аяқталуына санаулы минуттар болса да, Айжан, біз сізді күтеміз. Сіздің соңғы сөзіңізді айтып өтуіңіз тиіс деп ойлаймын. Не үшін, қай нәрсе сізді ренжітті, кімге ренжідіңіз, кімге ашуландыңыз? Мен өз тарапынан егер сізге ауыр айтқан болсам, бірақ мен олай ойламаймын, өйткені мен әдеттегі қатардағы өзімнің бір қалжынымды, әзілімді айтқан болатын, бірақ сіздің намысыңызға тидім деп мен ойламаймын. Және эфирде не үшін шығып бара жатқаныңызды, мен бұндайды көтере алмаймын, бұл жерде отыра алмаймын деген сөздеріңізді мен тағы да түсініп тұрған жоқпын. Сізде уақыт бар бүгінгі эфирдің соңына дейін. Ортада Айжанның жақын құрбысы, енді сіздің құрбыңызды ренжітіп қойдық. Жана ханым, негізінде бұл ситуацияға мен қалай здраво қарайтын болсақ, шынымен де Айжанның сізге қарсы шыққаны мүлдем дұрыс емес, мен қолдамаймын шынымен де. Және де Айжанның орнына сізден кешірім сұраймын. Жоқ, онда емес. Мен ашық дискуссияға, дебатқа түсуге, егер белгілі бір жағдайда менің пікірім ол кісіге ұнамаса, жоқ, Диана ханым, сіздікі дұрыс емес, менің пікірім осы деп айтуға мен бармын. Мен барлық қатысушылардың өзінің ой пікірі бар, түсінем. Эфирдегі атмосфера, эфирдегі эмоция, менде де ондай эмоция бар. Бірақ енді ол жерде мен ол дүниені қайдан алдым? Даниярға сондай пікір айтқаннан кейін, онда сіз де байқаңыз, қазір артық айтып қойсаңыз, сіз де заң алдында жауап бересіз деп қана айттым. Бірақ ол жерде Айжанның намысы, Айжанның қазақ қызының бір сөзіне, шамына тиетін сөз айтылмады. Сондықтан осы тақырып жабылсыншы, өтініш. Және сіздің үміткеріңіз шығып үлгерейінші деп асығып жатыр екен, шақырайық. Келіңіз. Қош келдіңіз. Саламатсыздар ма? Есіміңіз? Олжас. Олжас мырза, қай жақтан, қай өңірден келдіңіз? Жаркентте туылғам, бірақ осы жерде жұмыс істеп жүрмін, Алматыда. Алматыда жұмыс істейсіз, бірақ Жаркенттің тумасыз. Түсінікті, жасыңыз? 19-да. 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 Айзаның толық жасын білесіз бе? Почти. Аха. Шамамен білем дейді. Нақтысын айтсақ, Айзаның толық жасы 28-де. 8-де? 9 жас қой? 9-ақ жас. Еш нәрсе етпейді. Бұрын соңды үйленбегенсіз, сірә? Жоқ. Үйленбеген, баласы жоқ, е? Айзаның бір қызы бар. Оны да білесіз. Ата-анаңыз қарсы емес пе? Жоқ. Басыңыз точно қарсы емес па? Жоқ. Шешімді жалпы өзіңіз қабылдайсыз ба, немесе ата-анаңызбен ақылдасасыз ба? Қалай? Шешімді өзіңіз қабылдайсыз ба, 100%-ға, немесе ата-анаңызбен ақылдасасыз ба? 90%-ын өзім шешемін ғой. 10%-ына шамам жетпей жатса, ақылдасам ғой. Жақсы, және де жұмыс орныңыз? Парфюмер. Круто. Руыңыз кім, кстати? Суан. Суан, классно. Және де маған сұрақ бар ма сізде? Білмейтім пока. Соңғы ара қатынасыңыз қашан болды? Бір 3 айдай шығар. Не себеппен аяқталды? Дұрыс түсінбедік бір-бірімізді. Мінез? Әлде жастық? Жас шығар, өз жағынан шығар көбінесе. Ошибка. Жалпы өзіңіздің мінезіңіздің бір минустарын айтып бересіз ба? Мен мысалға осындай минустарым бар деп. Жұмыс бойынша ғой көбінесе. Уақыт болмай қалады, сәйкес келмей қалады кездесулерге, сол үшін. Внимание көп бөле алмаймын да, сол жұмыстың үстіне. Ал сіздің талабыңыздағы қыз қандай болу керек? Білмеймін даже, как бы, чтоб ақылдасатындай болатындай ғой бәрі. Және сіз шынайы өзіңіз Айзаны толық зерттеп ұнатып келіп отырсыз ба? Әлде қалай, кішкене Айзаны шынымен де танып біліп, ұнатып келген адамға кішкене ұқсамай отырсыз? Тағы да танысқыңыз келіп отыр. Енді танып біліп. Разница бар ғой, телевизорда көрдің не и өмір. Жоқ, әлде біреулер айтты ма дегенім ғой, Айза жақсы қыз, барып танысып көр. Жоқ, ешкім айтқан жоқ, өзін таңдап келіп отыр. Негізі қосылайықты көресіз? Былай арасында көремін, үйдегі апам көрмесе енді. Түсінікті. Айза, сұрақтарыңыз таусылды? Негізінде шынымен де 9 жас дегенді азғантай разница емес қой. Енді 9 жас дегенде кішкене разница. Я сол үшін таңғалып отырмын. Шынымен де. Және таңғалып отырсыз, 9 жас шымылдықты ашуға кедергісін келтірмей ме? Өйткені бізде санаулы уақыт қалды. Жоқ, келтірмейді. Ашып көрейік. Онда шымылдық ашылсын.
you baby, жанымды тербеші I need you baby, қасымнан кетпеші I love you baby, сөзіме тек сенші I love you baby, бағымсың берілген I need you baby, болшы тек менімен I love you baby, let me love you baby. Қош келдіңіз, Олжас. Кішкене равновесие потеряла. Иә, орындықты кішкене таба алмай қалдыңыз. Иә. Рахмет келгеніңізге. Өте сүйкімді, симпатичный жас ер азамат екен. Жас ер азамат. Және Хадиша қайда? Хадиша қайдасың? Алдында помнишь, ең басында мен келдім ғой, эфирде айтқан болатынсың. Саған ешкім келмейді деп. А так үшінші үміткер. Молодец, молодец. Мен саған тек қана бақыт тілеймін, молодец. Осы жігітпен тез ұзатылып кетші. Аумин, аумин. Ұзатайық сені тезірек. Рахмет жаным. Мен негізі сұрағым бар еді, қойсам бола ма Тина ханым? Қазір сіз не айттыңыз? Кешегі моментке сәйкес болды ғой, любойын қаратып аламын деген кезде. Мен де қалдым ғой ше. Дұрыс. Рахмет. Вовремя келдіңіз, прям вовремя келіп қалдыңыз шынымен де. Жоқ, не жерде айтып кетті ғой, енді үміткердің саны емес, оның ұстап қалудағы несі ғой, важно, сол нәрсе ғой. Ара қатынас дальше. А сен оны құралған жоқсың ғой ара қатынас ешқайсымен. Енді я в процессе, әселе барлығы әлі алда. Жоқ, көреміз бақытты. Жана ханым, сұрақ Хадишаның сұрағы бар. Санынан сапасы ғой негізі Айза. Мен сұрақ қойғым келіп тұр, Олжас мырза қош келдіңіз. Енді былай ғой, сіздің ата-анаңыз біледі ма? Жалпы Айзаны таңдап келгеніңізді, енді сіз ажыраспағансыз, жалпы ертең қарсы болмай ма? Қарсы болса не істейсіз? Күресесіз ба? Қарсы болмайды. Жоқ, қарсы болса егер. Ол уже шешілген нәрсе ғой. Барам дедім, бардым. Айтты ғой, 90%-ға шешімді өзім қабылдаймын деді ғой. Және де үйленген жағдайда ата-енемен тұрамыз ба? Үйдің жалғызымын. Жалғызысыз? Үйдің жалғызы. Сіз армандағандай, сіз тілегендей. Иә, Диана ханым, сұрақ қойсам бола ма? Алмат. Олжас, қош келдің. Сұрайын дегем, жаңа бұрын ара қатынас болды дедің ғой, сол ара қатынастағы қыздың жасы қаншада болды? Саған негізі үлкен жастағы қыздар ұнай ма, қалай? Ондай тәжірибе бар ма өзіңізден үлкен қызбен ара қатынас? Иә, ол қыз 2000 жылы болған. 2000? 2000-дар қазір 22-де. 22-де. Ол жақсы деп ойлаймын негізінде. Жаңа енді Асел? Жаңа енді айтып қалды ғой, парфюмерім деп айтқаныңыз ғой. Өзіңіз шығарасыз ба, или просто айналысасыз ба? Айналсамыз, масын видео. Асхат? Мен ойлаймын да, қыздардың сонда да бір-бірлерінше тістеп сөйлеулерін қоймайды да, мына жерде үміткерге отыршы, оны көтеруге болады ғой. Мысалы, Айзаншы, ақыры сен тілеп отырсаң, оны ұзатылып кетуіне. Және андай жап-жас болыпшы, бір-бірін әйтеуір жардан итерген кезде бірін оғындай да, бірақ өздерінің бастарынан сөз асырмайдышы. Осы жаңа ситуацияға қарағанда даже сіздер енді ешкім сіздерді байлап отырған жоқ қой, потом бұлқан-талқан боласыздар, өздеріңіз бір-бірлеріңізге чұқылап тиісіп аласыздар да. Нұрдәулет? Айза, мен саған сұрақ қояйын дегенімше, сенің аналарың қарсы болмай ма? Ертең жас бала келді ғой, сені қызымен қабылдамайды ғой деген сияқты ой пікір білдірсе, ол сен не істейсің, сен ұнатып қалған жағдайда? Негізінде мен жасым 28-де және толық шешімді өзім қабылдаймын. Айжанға микрофонды жеткізсеңіздер. Иә, Диана ханым. Не болып қалды? Кімнің сөзі сіз көтере алмастай ауыр болып, теріс айналып бізден кетіп қалуға асықтыңыз? Не болып қалды? Білмеймін, Диана ханым, айтып түсіндіру қиын. Енді бірінші орында сізден кешірім сұраймын. Мен енді сондай бір ағаттық кетті, оны мен мойындаймын. Ешқандай ағаттық емес, Айжан. Мен түсінбей қалдым, неге ондай бір ауыр нәрсе болды ма арамызда жалпы қатысушылардың тарапынан? Жоқ, Диана ханым, мен негізі сізге ашуланайын деген емес едім. Негізінде бірақ таяқтың бір ұшы бір сізге тиіп кеткендей болып қалды да. Негізінде мен бұл жерде Даниярға сондай жыным келді да. Әрбір жарнама сайын әйтеуір кешірім сұраймын, Айза, таныстық жалғаса ма? Уақыт аяқталайын деп жатыр. Олжас, бүгін сізден кездесу, қымбатты көрермен, бүгінге осы Айжанның таңдауы қосылайық жобасы ма, әлде басқа ма, көрейік. Ертең 14:30-да Еуразия бірінші арнасында.